Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен өте дәмді және үлпілдеп жұп-жұмсақ болып шығатын үй жағдайында пирожкилер дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып тіркеліп алыңыз. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін жылы суға тұз, қант және дрожжды қосып жақсылап араластырамыз. Сонан соң електен өткізілген ұнымызға қосып, жақсылап қамыр илейміз. Орташа жұмсақтықта болу керек қамырымыз. Егер суымыз аздық қылып жатса, аз-аздан жылы су қосып отырып қамыр илейміз. Анық мөлшерін осы видеоның астында описанияға жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап алсаңыздар болады. Қамырымыз осылай иленуге жақын қалғанда үстіне кішкене сұйық май қосып, жақсылап илейміз. Міне қамырымыз дайын болды. Осындай жұмсақтықта болу керек. Үстін жылы сүлгімен жауып 1 сағатқа демалдырып қоямыз. Сол аралықта картошкамызды ашып, тазалап жуып, осылай қайнатып пісіріп аламыз. Дайын болған картоптарымызды жақсылап суынан ажыратып, пиязымызды майдалап турап, видеода көрсетілгендей етіп сарғайғанша майда қуырып қосатын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Сонан соң арнайы карто безетімен жақсылап езіп пюре жасап аламыз. Пюреміз дайын болды. Енді пирожкилерімізді жасауға кірісетін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымызда жақсы көтеріліп дайын болды. Енді бөліктерге бөлеміз. Мен осылай арнайы тараз пайдаландым. 50 граммнан бөліктерге бөліп алдым қамырды. Міне осылайша барлығын бөліктерге бөліп аламыз. Сонан соң үстіне мешок жауып 5-10 минутқа демалдырып қоямыз. Міне қамырларымыз 5-10 минут демалды. Енді пирожкилерімізді жасауға кірісеміз. Мен май пайдаланамын. Сіздер қаласаңыздар, онымен жайсаңыздар да болады. Видеода көрсетілгендей етіп, шет-шеттерін кішкене жұқартамыз, қатты жұқартып жібермейміз. Менің көрсетіп жатқаным видеоның шетінде болып қалыпты, бірақ сонда да сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Сонан соң ішіне салмасын салып шығамыз. Сонан соң видеода көрсетілгендей етіп, жақсылап ашылып кетпейтіндей етіп, бір-біріне жабыстырып, үстінен кішкене ғана басамыз. Қатты жұқартып жібермейміз. Достар, менің каналымда бұдан да басқа сіздерге қажетті видео рецепттер бар. Кіріп қарасаңыздар болады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыз, менің бұдан кейін де жаңадан салып жатқан видеоларымды өткізіп алмайтын боласыз. Және де жүрекшені басып, өз достарыңызбен де бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Міне осылайша пирожкиларымыздың барлығын түйіп дайындап аламыз. Сонан соң қызып тұрған майға салып, екі жағы қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Мен қамырмен жұмыс жасағанда май пайдаланатыным, осылай пирожкилерімізді қуырғанда майымыз көріп тұрғандарыңыздай өте тап-таза болып тұрады. Ал ұн пайдаланатын болсаңыздар, пирожкидің сыртындағы ұндар бөлек қуырылып, қарайып, күйіп, майды бүлдіріп тастайды. Сондықтан мен май пайдаланамын.
Міне осымен пирожкилеріміз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып піскен, өте дәмді және жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Фариза. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.